Бұлай болды. Жоқ, бұлай болды. Қазір, бір минут. Бұлай болды. Үш ақынның ұпайы тең болды. Енді жеребе бойынша таңдап алды. Енді, құрмет, сәл сабыр сақтайық, құрмет көрермендер. Бұл сіздердің алдарыңызда әділ шешілді ғой. Ол бәрібір екеуіне кімді таңдап алса да ол қарсылас болады. Сондықтан әділ болды деп ойлаймыз. Ау, бісміллә тілгәрима қол құранда. Ақыным ақылыңмен жолды барла. Дегесін алдарыңа шығып тұрмыз, топқа түсу қиын ба торғынанға. Мейірбек конвертті ашып едім, анығында қарсылас мен болдым онда. Ағайын бізге енді сеніп отыр, ауыр жүгін артқандай соңғы нарға. Қара басып қалмайық, ал ендеше Қарасаннан кіргендей омбы қарға. Мейірбек жан білесің, былтыр жазда алауын жағып еді Лондон алда. Қасымда інім болып кеп тұрғасын, мен саған қалқатайым тор құрам ба. Илия-илин көтеріп іштангіні екі дүркін чемпион болдың онда. 233-ті еңсеріпті, енді ешкім теңес алмас ол құранға. Ақындар ауыр нәрсе, жеңіл нәрсе көтереді деп, ағайын бармас екен зор күмәнға. Мың батпан қазағымның қайғысы бар, 1,5 килограмм домбырамдай. Мінеке екі ақының сайланды ғой, төріңе келіп қалайық жайланды ғой. Алланың қалауымен болатыныз, сондықтан бөліп жармай майданды ғой. Конвертті ашты да таза шешті, шықты деме бұл мұқтар қайдан дүлей. Ойпырмай қаттаситын конверт дәл бүгінгі басымызға бақтаситын конвертке айналды ғой. Сөзімді қалайыққа сынатармын, өзіңе арнайлап жыратармын, Мейірбек әр қарамай бері қара. Үстінен құлайтындай бір атанның түріңді сұп-суық боп кетіпті ғой, несіне сені бүгін жылатармын. Астанаға оқуға кетіп қалып, Мейірбексан осы жақтың ұлы атандың, сыр елінде жүрсе де елде қалмай, мен де жүріп Мейірбек дүр атандым. Өз табағымды өзіңе тартқандай қып келіп тұрсаң, сені қалай құлатармын. Айтыс деген орманға кіріп отыр, қанды көз бөлтірігі бір апанның ай. Ал ендеше ақындығың сынайын ба, сөйле десең ішімнен тынайын ба. Айтыс тартыс, айтыс болмайды, тартыспаса жүрсін және шырағым бұл ойыңда. Менсінбей отырсың ба, мына мені уайымдасаң біткесін уайымда. Алдыма ақын қылып сап бергесін, айтыспай сені менен тұрайын ба. Аттап бастырмай мынау ел алдында, аузыңды қаптай қылып буайын ба. Сөзіңді миыңыздан түсіргендей, көзіңді қанды жаспен жуайын ба. Алдыма салып алып бұлбұраны қошақан болса дағы қуайын ба. Шелтейіп шешенсініп тұрғаныңда шеңгелге аунағандай қылайын ба. Қалпынған жігіт едім жоғарыға, конверттен суырдым қарсыласты. Түскен соң айтыстың қан сонарына, жас балаң жаутаң қарап отыр Жандарбектің қалғандай обалына. Ағайын мен айыпқа бұйырмаңдар, қолдау бергін дәл біздей қонағыңа. Осы айтыс болса екен деп әділетті, су
Суырды бұл мейірбек конвертті. Өкпесін мына халық басалама. Қарсылас боп мұхтарым тағы жетті. Қажының аузында дуа барау, Балғынбектің батасын қабыл етті. Сөзіндей салмақты айтып сахабаның, мен қалай білдім ғой сын сағаттың тақағанын. Ақтық сынға ағайын шыққаннан соң, өзіңнің қолдауыңнан оталамын. Қанекей жас баланы қолдап жібер, көңіліңнен қымбат емес шапалағың. Арқамды қоздыратын айтыс болса, аман болсын аталар, апаларым. Бағана риза болып беріп еді Балғынбектей ағамыз баталарын. Алла жазса бүгінгі айтысыңның қол бастаған сартайы атанамын. Қауіпі болмас егер кит өндірер, қыранға түктетпейді ителгілер. Шеңгелге аунатқандай қыламын деп, бойыңда қайдан бар ет бүйтер жігер. Астанада шеңгелді табу қиын, таптаза қояды икемділер. Сондықтан да сен мұқтан әуре болма, іздеп барам десеңде ит өлді жер. Шеңгел іздеп бауырым не қыласың, сақалыңмен бір-екі сүйкеп жібер. Мен болғанда айтыста ер жүрегің, ел жүретіп сөйлейін ел жүрегін. Ярас Қызылордада туылған ек, дейсің бе бір апанның шөнжі келің. Сен мұхтар өнердегі ұстазым ең, ешкімнен жан емессің кемжігерің. Өз қолыңмен қайраған қылышыңыз қолыңды кесіп кетсе ренжімегін. Ау, сен менің соңымдағы қарғам едің, халықтың ақ батасын алған едің. Шәкірт қылып соңымнан ертіп едім, жетем деген биігім солма менің. Ешкімге мейірбекте тиіскізбей шырпыр етіп соңынан қорғап едің. Жеребеден біздерді таңдап алып, мінекей мықтақ ақым болған едің. Қолыңды кесіп кетсем ренжіме деп өлеңді маған кеп арнап едің. Оған несін ренжеймін мейірбек жан, төс көрсең соққылайтын балғам едің. Күшігі балағынан тартық балған абайдан артық жерім барма менің. Балағымнан тартқылап жатқан азба, ұқсайсың ақын емес ақ қоразға. Жандарбекке овал боп деп айтасың, оның тала ел алдында шапқан азба. Бұл жерде сенің ешқандай кінәң жоқ қой, Жандарбектің овалы ақ қағазға. Ау, дейсің бе мені бүгін бақылама, мейірбек өлең айтып қатырама. Жоқ әлде ұстазымен қатар шығып өзіме айдақардай атылама. Өзім болдым толдым деп Астанада қасына келген жанды жапырама. Балғынбектің батасы ап шықты деп сен олай қате пікір бақылама. Алып шыққан халықтың алғысы ғой, көңіліңе қашанда жақын ода. Балғынбектің аузында дуа болса өзін алып шығар ед сахнаға. Шыққан ұлмын сыр елі шақарымнан, қалмауға тырысайын қатарымнан.
Иә рас, мен Балғынбек болған кезде танушеңдер беттегі сақалымнан Жандарбектей мықты ақын болғанымда қарсылас қаймығушы еді қаһарымнан. Мен бірақ жаңа шыққан жас болсам да қалмауға тырысамын қатарымнан. Ендеше алағайын үміт күтіп, аталы сөз күтіңдер батал ұлдан. Қолына жайлы болса біздің қазақ қозының асығында сақа қылған Мұхтардың қызық екен желпінуі, жекпе-жекке шыққанда жең түруі. Сыр елінен кеттің деп айтып қалдың. Осы болды намыстан өлтіруі. Ер жігіт еліне ортақ болмайды ма? Мен едім Алталаштың еркін ұлы. Германияда Мұстафа бабам жатыр. Талданса тарихыңның кең түбірі. Туған жерін есінен шығармапты, сол кемеңгер бабамыз мен түгілі. Сыр елі менің туған, көкбөрінің өсіпті сүтін еміп, тарихтың кешек өткен ертірігі. Сыр елі менің туған анам еді, көңілінен көрінген көл тұнығы. Сондықтан бұл табиғи заңдылық қой, балаңның елден жырақ серпілуі. Енесінің бауырында көп жатпайды, көкжалдың көзін ашқан бөлтірек-ау, көрінсе сахнада жарқынысың, жас баланың көрдің қар байқадың талпынысың. Ақтықсынға уа Мұхтар шыққаннан соң таласып не қыламыз алтын үшін. Одан да жақсы өлеңді айтайықшы, одан да тәуір өлең айтайықшы, жақсылыққа жиналған халқым үшін. Ау, Мейірбек, жалғандықты жоймайсың ба? Өлеңіңнің семізін соймайсың ба? Күшікпін, бөлтірікпін деп қайта-қайта қай-қайдағы әңгімені қоймайсың ба? Астанаға кетіп басаң жолың болсын, айтсаң Мұхтарменен жайрайсың ба? Күшіктің көзін ашқа, бөлтірікпін деп өзің қайта-қайта қар өлең қазанда қайнайсың ба? Бөлтірік болсаң сені аямаймын дейсің бе, маған бүгін шайнайсың ба? Құрмаш рақат көрмеген бөлтіріктен Мұхтар рақат көреді деп ойлайсың ба? Ай, болды ғой сендер үшін майдан сақал, демеймін тұғырынан тайған сақал. Балғынбекпен екеумізге жабысасың, шықпайды осыларда ойдан сақал. Бұл сақал біле білсең кешек өткен Қабанбай Бөгенбайлар қойған сақал. Абылайхан кешегі Әбілқайыр Қалмақорыс көздерін жойған сақал. Жаудың бәрін жапырып қырып келіп Мейірбекке қор болған қайран сақал. Қайрап келсең Мейірбек тынысыңды, артық демей мен енді бұл ісіңді. Елдің жайын жырлашы деп айтасың, Мейірбек маған бүгін жыр ұсынды. Ал ендеше тоқтайтын мен емеспін, ашып кетем Ғанекей тынысыңды. Желбіреу алыс емес байрақтан түк, халайық екеумізді сайратқан құт. Балғынбектер айтысқа шықпай қалса, тізгіндерін жаңада жайлап тартып,
Seni шығар жүкеңдер арнайылап, езуіңнен алам деп қаймақ қалқып. Ел сені бекеуімізге отыр бүгін, атаннан ауған жүгін, тайлақ қартып ай. Келді ғой арайлы жаз, есіл көктем көрем деп тесіл дөкпең. Осы күнді армандап бабаларым күні кеше даланың төсінде өткен. Қасқа жиын жолын шиырлап, қасым өтсе, ескі жолын үлгі қып есімді өткен. Отар елге айналып одан кейін, есімдер кеткеннен соң есің кеткен. Келеге келе бердау деген кезде кененің басы болып кесілмеппең. Кедейге теңдік берген, сымақтанып, одан соң кеңес деген кесір жеткен. Бұлқынтпай ол кезде де қанша қауым құлғылып құлағыңды кесіп жеккен. Желтоқсанда қайрат боп шыршыр етіп, бодандықтан құтылып тесіл дөкпең. 91-де жол таппай қиналғанда бір кісі қиындықтың төсін тепкен. Құлатпастан көшіңді жылатпастан бастап келе жатыр ғой көшің деппен. Қарнымыз тойған сайын қабақ шытпай жөн болар басшымыздың қосын жеккен. Ескі күн артта қалды елес болып, баяғы күн артта қалды есің кеткен. Бостандықтың қадырын біл шағайын, көз жасыңды тобықтан кешіп жеткен ай. Қаратаудың басынан көш келеді, көшкен сайын бір тайлақ бос келеді. Елім айлап етегі жасқа толған, елімнің естен кетпес ескөлеңі. Қазақтың тарихына көз жүгіртсем, хақым жоқ ұмытуға ештеңені. Жоңғар қалмақ жауларым жолдан барлап, жұртымды жою үшін не істемеді. 3 ғасыр орыстарға отары болып, саясаттың салқыны ескен еді. Көшпенделдің басынан бақ дәулеті, көшпелі алтындай боп көшкен еді. Қазақты Махамбетпен егіз көрем, ықылас боп шығатын дос дегені. Кеудемді хангене боп көтергенде, басымды кесір қоғам кескен еді. Осылар балалары бақытты өмір сүру үшін, бабалар баз ғұмырды кешкен еді. Төреші жалғыз, төбемізде жалғыз Құдай, нәубет беріп, дәулет беріп тексер еді. Сорыңды сорғалатып, содан кейін батпандатып бақ. Батпандатып басыңа бақ берерде, сорғалаған сорыңды ескер еді. Ағамен табаныңды тайдырмастай, қалжыңдасып қайтеміз жай құрдастай. Жандарбек шықпай қалып шыныменен, жандай болдым қанаты қайрылмастай. Алтын үшін таласып не қыламыз? Жамандығын өлеңге ойдың қоспай, келекеуміз оданда Мұхтар аға дос боп қалсақ жетеді, айырылмастай. Тақырыпқа қарай көшсем керек екен. Негізгі тақырыпты ұмытпай соған қарай көшсем керек екен. Ау, жүкеңнің айтқанына бағынамыз. Тас деген бұл қалай шыныдай шағыламыз. Айтыстың тақырыбы бар артыңда, қалжың айтып қалайша қағынамыз. Барды бар, жоқты жоқ деп айту керек, демеймін үкіметке жағынамыз. Алтын домбыра үшін айтыспайым деп айтасың.
екіншіге шығып тұрмыз тағы да біз. Алтын домбыра болар ғой, болса болар, болмаса енді алтын көңілін халықтың нағыламыз ай. Ай, тәуелсіздік басыңда бұл тұмарың, анық қой биіктерге ұмтыларың. Бағанағы Мейірбек өзің айтқан қанша жыл тарихта шырқырадың. Қазақтың еркіндігін ұстап тұрған тіл дінділ болса екен бұл тұмарың. Сыртқы жауға ұстатпайды бұйдасынан, ішкі дос ішіміз мығым болса ұлтымарын. Қайта мақтап қадірін кетірмесек, президент болып тұр ғой, бұл бір туарың. Ендеше осынымен тақырып қып келіп отыр алдыңда бір сырқырағым. Есігіңнен шайтанмен жамандық кіреді әркез есігіңнен. Есіңнен шыққан күні ынтымағың ай. Мынау ел айқайлауда Жандарбек деп. Ол шықса егер финалға арман жоқ деп. Иярас Жандарбектей ақын ағам, талайды тамақтаған тарлан боп көп. Осылай ағасы жақсылықты жырғылыңыз, демеймін сағымызды сындырыңыз. Тәуелсіздік тойына келгеннен соң айтыс жасау керек ет үлгілі біз. Залданда алауы, залданда наразылық пайда болды. Осы болып тұрғандай шын мұңымыз, ағайын желтоқсаным жақындады, сондықтан бекем болсын бірлігіміз. Ау, Мейірбек, сен болдың ба ақылманым? Олай менің басымды қатырмағын. Қазысыз-ақ шеше кеп салыныш. Қазысыз шеше салмадың ба? Қазыларды қатыстырмай шешпедің бе? Басыңнан тасып тұрса ақылдарың. Жандарбек деп қайта шулатасың. Әуел мықты болсаң, мен әуелі тақымдағын. Халайық сен ақын деп шығарды ғой. Болып тұрған жоқ Мейірбектей атымдамын. Мынау елді бірлікке шақыр десем, ұшуға шақырама ақындарың ай. Демейін бұл қазылардың тәртіп емес, айтыстың болып тұр ғой артып елес. Бір-екі адам улап-шулап отқан менен ақиқатты білмейтін халқым емес. Ағайын жөн сөзіге бұрылыңдар, мынау айтыс жай әшейін талқың емес. Ақ қағаздың ішінен шыққан менен ешкімде бір құдайдан артық емес ай. Ағыңда тұра бермес жорға уақыт, сөйлеудан да тілден бал сорғалатып. Ақын болама тұрмаса егер көздің оғын мұндайда толға батып. Біздің ел осындай деп тақырып тұр, қалма енді Мейірбек жолда батып. Шаттығында жырласай басқасында, өлеңіңді мұндайда арнап ақық. Шаттығы шалқып тұрған мұндай елдің шыбыны да өлмей ме балға батып ай. Тәуелсіз халық едік білеріміз, ендеше шындықты айтып жүр өріңіз. Ақиқат
түбелі біз. Астананы жырлауым дұрыс шығар, күннен күнге кіруде реңіміз. Бірақта қымбатшылық кесірінен көбейді елордада жүдеуіміз. Пәтерақы қымбаттап күннен күнге, тоз-тоз болып байқасақ жүр еліміз. Хан шатырға кіргенде мәз боламыз, мұражайға кіргенде үнемі біз. Астана бар қазақтың жүрегі деп, айтқанмен осы боп тұр шідеріміз. Қымбатшылық ағайын көбеюде, халықта тапшылық бар білеріміз. Әйтеуір инфляция кесірінен инфаркт алмас екен жүрегіміз. Шындықты шың басына шығардым да, шегі бар өтірікке шыдаудың да. Патшаға шындықты айтар ақсақал жоқ, қолын сүйіп иіліп тұр алдында. Елбасының орнатып ескерткішін әкімдер ебін тапты ұнаудың да. Кейбіреу мәз болып кітап жазып жолын ашты, жоғарыдан жайлойрын сұраудың да. Күн сайын медицина дамып жатыр, емі бар анаудың да мынаудың да. Құрықтайтын дәрісін ойлап тапты, құс түгіл шошқа дейтін тұмаудың да. Менің бірақ басқаша арманым бар, жөні жоқ күлудің де жылаудың да. Жазатын бір дәр ойлап табылса екен жағымпаздық дейтұғын бір ауруға. Ойыңды айт деп тұрсың отан жайлы, қалай шындыққа бет алмайды. Бұрында Борат дейтін бір киномен біздің ел болып еді шетелге әйгі. Министр Қазықанов Ержан ағам пікірін сол киноға жеке арнайды. Боратқа алғыс айту керек дейді. Қазақты еткен үшін жат елге әйгі. Өскеменнің бір журналы өтіріктен екелі кет алмайды. Мұстафа немістерге құйыршық деп мақалаға мәні жоқ бет арнайды. Данияр Әшімбаев білгіш сымақ, ол Қотыртайға мінгендей қоқаңдайды. Қазақтар азаттыққа күреспеген деп жазды теріс пікір отан жайлы. Большевиктік арылып көзқарастан тарихты неге терең қопармайды. Қаншама күйе жағып тырысса да қазақты ешкім масқара ете алмайды. Ақ қарасын болашақ анықтайды, тарихтың кешірмейді сотондайды. Өтіріктің көпірі, өтіріктің арбасы ешқашанда шындықтың көпірінен өте алмайды. Көңіліңнің көрінбесін сел қостығы, біз айтып не қыламыз енді ескіні. Астанаға айтарым тілегім сол, өзгеден артық тұрған мол кескіні. Сағат санап өтуде минут санап, көңіліңді көншіткендей мол кескіні. Астанам сен аман бол тілейтінім. Тілектеп алмаңыздар селқос мұны, Ерназардай әкесі болмаса да Ерназарбай көкемнің ертөстігі. Осы менен бұл айтыс тәмәм болсын, жақсы болсын я мейлі жаман болсын. Әйтеуір Жандарбектей бауырыма көңілі мынау елдің адал болсын.
ұқпады деп қалың ел ренжімес, ағамыздың ақ жолын маған берсін. Алла жазса Мейірбек айтыстағы, Жандарбектей от тілді балаң болсын. Әбсаттар дербісәлі айтатындай, ғидаят тауфиқ берсін, халал берсін. Нұртілеу Иманғали айтып жүрген, бай қуатты болатын шамаң болсын. Бағланы бар Оз апам айтып кеткен, алдымен Ақпатшамыз аман болсын. Ай, сөйлесін күтіп қалмай мұқтарыңда. Кезек беруді Мейірбек ұқпадың ба? Қара суға түссің ғой қайран бала, қабағыңды демеймін шытпадың ба? Арасында біздерге кезек беріп қою шойдан шамалы жұтпадың ба? Жалғыз өзің сөйледің жарты сағат, сахнаға бір өзің зытқаныңда, біздерді конвертпен әуре қылмай, бағана жалғыз өзің шықпадың ба? Сөз болды елдің малын тонағандар, сөз болды мүлде ары жоқ адамдар. Жағымпаздық дәрсін тапса дейсің, содан өлген таламда молалар бар. Ол дәрінің, ол аурудың емі де табылмайдай, осылай болашаққа домалар бар. Еліңді, елбасыңды жаман десін, ұйымдастырып жатқанмен шаралар бар. Қазақ мәңгі қазақ боп қалады ғой, себебі елі сенген ағалар бар. Жұрт қаншама сынаған мінегенмен, елді ешқашан қорлатпас даналар бар. Құдай иген төбені ала сартпас, кетпенмен керткенменен ол адамдар ай. Қалауыма жетемін қарманғанда, арғымақтай секіріп жардан жарға. Мейірбек жан айналайын көп айтыстық, бағалар кез келгендей залдан далға. Қызылорданың өнері дәл осындай, демеймін басқасында шаруаң бар ма? Алла жаратқан бір біздерге қуат берсін, және де сабыр берсін қалғандарға. Өзім менің бауырыммен бір айтысқан Мұхтардай ағаңызда арман бар ма? Сен болдың бұл айтыстың қақарманы, мен болдым қасыңдаған қатардағы. Ертек айтып тұрғандай болдың маған, Шахризада секілді шаһардағы. Өзіңді нартай дедің, сартай дедің, сон естіп Мұхтар ағаң жата алмады. Бағыңды байламаймын бүгін сенің, болсаң егер айтыстың атар бағы. Сен Жамбыл болған кезде ел сүйінбай, келіп тұр балаларың баталғалай. Айтыс бастаған Мұхтар. Тама тамшыда қара тасты теседі, бас кеспек сірә болса да тілімді кімдер кеседі. Азаттығым бар бүгінде, қазақ тілім бар бүгінде, көр алмай кетті осында Кенесарылар кешегі. Алдарыңда ақындар өлеңдерін төккенде, өнеге болсын көшелі, тәуелсіздікке мың тәуба, елім айлап жылаған, алқа көлге сұлаған, бабаларымның кешегі армандағаны осы еді. Бітірейік айтысты, ағалардан үлгі алып, Мейірбекте өседі. Айналайын ағайын, алдарыңда сендердің, таңдайда жағым, сайраған маңдайда бағым, беселі ауайы. Бәрекелді, рахмет.